Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіз. Мен сіздерге бүгін үйіңізде ақша көп болу үшін аптаның әр күні жасауға болатын наным-сенімдер туралы айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. Көптеген адамнан отбасында қаржылық қиындықтар туындап, тапқан табысы тұрмыстық қажеттіліктерді өтеуге жетпейтінін жиі естиміз. Ендеше, үйіңіздегі ақша көбейе түсу үшін аптаның әр күні қандай амал-тәсілдерді орындауға болады, соны айтатын боламыз. Ең бірінші дүйсенбі күні ақшаны жаратуға қатысты ел арасында көптеген ырым-жоралғы бар. Астрология ғылымының зерттеулеріне сай, дәл осы күні айдағы өзгерістердің ықпалында болады. Түрлі зерттеулерге сенсек, аптаның алғашқы күні айдың қарамағында болады екен. Сол себепті дүйсенбі күні үлкен сомадағы тауар сатып алуға немесе қарызға ақша беруге болмайды деген ырым бар. Бұл күні ақшамен не істеу керек? Ең бірінші, бұл күні ақша есептеуге болмайды. Екінші, қаржылық жоспарларыңызды бұл күні орындамаңыз. Оны демалыс немесе аптаның басқа күндер жасағаныңыз жөн. Үшінші, аяқ астынан тауар алуға асықпаңыз. Олар сізге пайда әкелмейтін болады. Тек үйге қажет заттарды, азық-түлік, тұрмыстық химия заттарын ғана алуға болады. Үшінші, несие рәсімдеп қарыз алуға асықпаңыз. Себебі оны қайтару сізге қиынға соғуы мүмкін. Дүйсенбі күні түшкірсеңіз, жақсылықтың белгісі, тосыннан сыйлық алуыңыз мүмкін. Көршіңізден немесе туған туысыңыздан осы күні кез келген зат алыңыз. Тоз, бұрыш, бақшаға керек заттар және тағы басқа. Үйіңізге ақша келетін болады. Осымен дүйсенбі күні бітті. Егер бұл видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі видеода басқа күндерді айтатын боламын.